Жер бетінде бір-біріне ұқсамайтын тіршілік иелері өте көп. Ғаламшарымызда 10 миллионнан астам түр тіршілік етеді. Тірі ағзалардың әркелкілігі биоалуандылық деп аталады. Ол әр алуан түрлердің саны мен түр ішіндегі айырмашылықтарды қамтиды. Биоалуандылық экожүйелердің саулығы үшін өте маңызды. Әрбір түрдің ерекше рөлі бар. Сондай-ақ түрлердің әр алуандығы өзгерістен қорғануға көмектеседі. Бірақ жаһандық биоалуандылық үлкен қарқынмен азаюда. Бұл біздің тіршілігімізге қатты әсер етеді. Біріншіден, барлық тағамдарымыз, көптеген дәрілер мен материалдар тірі ағзалардан алынады. Биоалуандылықтың қысқаруынан болашақ қорларымызға қауіп төнеді. Екіншіден, бір биологиялық түрдің жойылуы өзге бір түрдің жойылуына әкеледі. Әр алуан түрлер өсімдіктерді тозаңдау, суды тазалау, топырақты қалпына келтіру, жерді эрозиядан қорғау және атмосфераны тазарту қызметтерін атқарады. Биоалуандылықтың қысқаруы экожүйе мен бүкіл қоршаған ортаға қауіп төндіреді. Бізге әрбір түр қажет. Бізге түрлердің шексіз әр алуандылығы қажет. Біз үшін әрбір түр маңызды. Себебі олардың азаюы аймақтың тұрақтылығын бұзады. Барлық тірі ағзалар өзара тығыз байланысқандықтан, биоалуандылықтың азаюы бүкіл экожүйені бұзуы мүмкін. Сондықтан өзіміз тірі қалу үшін биоалуандылықты сақтауымыз керек. Көп адамның ойынша, адамдар жердегі биоалуандылықты қорғауға моральды тұрғыда жауапты.